Құмар ойындарға тәуелділіктен кейін сенімді қалай қалпына келтіруге болады? Қайта бастау, жаңа әдеттер мен жаңа өмір салты. Тәуелділіктен кейін ең ауыр нәрселердің бірі жоғалған сенім. Адам өзіне де, жақындарына да сенбей қалуы мүмкін. Мен тағы қайталаймын ба? Маған қайта сенер ме екен? Мен бұрынғы қалпыма келе аламын ба деген сұрақтар көп болады. Мұнда бір маңызды нәрсені түсіну керек. Сенім сөзбен емес, уақытпен әрекет арқылы қалпына келеді. Яғни, енді ондай болмайды деу жеткіліксіз. Оны күнделікті тәртіп, ашықтық, тұрақты шекара және жауапкершілік арқылы көрсету керек. Қазақстанда өзін-өзі шектеу сервисін қолданғандар саны 173.868 адамға жеткені, ал бұған дейін 31-35 жас аралығындағы азаматтар өзін шектегендердің ең үлкен үлесін құрағаны жарияланған. Бұл сауығу жолына түсетіндер аз емес екенін көрсетеді. Қайта бастауға болады. Және бұл жолмен жалғыз сен ғана жүріп жатқан жоқсың. Қайта бастау дегеніміз жай ойынды тоқтату емес, өмір салтын өзгерту. Мысалы, 28 жастағы Руслан ойынды тоқтатты делік. Бірақ егер оның кешкі режимі, достық ортасы, ақшаға қарауы, стресті шығару тәсілі бұрынғыдай қалса, тәуекелде сақталады. Сондықтан жаңа әдеттер қажет. Нақты бюджет, жоспарланған күн тәртібі, дене белсенділігі, экраннан тыс уақыт, шынайы қарым-қатынас, кіші мақсаттар. Жақындардың сенімін қайтару үшін де асықпау керек. Кейде оларға уақыт қажет. Бұл реніштің белгісі емес, сақтықтың белгісі. Адамның міндеті соған ренжімей, тұрақтылық көрсету. Қайта бастау дегеніміз мінсіз болу емес. Бұл құлаған жерден ұялмай, саналы түрде басқа бағыт таңдау. Егер адам күн сайын кішкентай, бірақ нақты өзгеріс жасап отырса, сенім де, өзін өзі құрметтеу де біртіндеп қайтады.